жарылды бірдеңе. Достар, Дубай 1 март 28-ден 1 қараған түні опять взрыв болды бізде. Бәріміз отельдің астында тұрмыз. Не знаем, что делать дальше. Сирена ғой, укрытие іздеңіздер деп жатыр. Жарылды ғой жаңа. Кілтті алып ал, кілтті алып ал. Терезеге жақын тұрма. Тәте, не болды? Сағат неше? Телефондарыңызға бір неме келді. Кемен кетсіңдер. Сәтсенле келді. Же қорқам. Қорқпа. Әйлі қойым, ши емес. Сақтайды. Қорқпа. Қорқпаны, дірілдеп жүріп. Барлығы шығып жатыр мына жақта. Мыналардың бәрі қайда барады? Бұлай кіру керек. Ау? Мынау ғой. Зымыран қаупі бар дейді. Білмейміз не боларын енді жүрегім ұстап көрсем ешқандай қорқыныш, ешқандай алаңдаушылық жоқ. Менше бәрі жақсы болады деп білемін. Ау? Ей! Құрметті қазақстандықтар, Дубайға бармаңыздар. Қазір Иранда соғыс басталды. Өздеріңіз білесіздер, қазір көптеген рейстер кейін қайтарылып жатыр. Дәлірек айтсақ, Алматы, Доха, Алматы, Дубай, Мәдина қаласына және Астана, Доха, Дубай жалпы таяу шығысқа қарай рейстер тоқтатылып жатыр. Жоғарыда айттық, Иран мен Израиль, Америка арасында үлкен соғыс басталды. Соғыс деген осы. Сәлем барлықтарыңызға. Біз жаңа ғана отелімізді ауыстырдық. Кішкене қаланың шет жағынан таман алдық. Біз Бурж-Халифаның жанында тұрғанбыз жаңа. Бурж-Халифада адамдарды эвакуациялап жатыр деп естідік. Хабарламаларды Дубайдың жаңалықтарынан да естіп жатырмыз. Өйткені ол қаланың орталығы болғаннан кейін биік ғимараттардың барлығы сол жақта ғой. Біз дәл қазірдің өзінде 58-ші этаждан отель жалдап жаңа ғана көшіп келдік. Кішкене қаланың шет жағы, бірақ мына қаланың орталығы ше, бірақ Бурж-Халифа жақтан сәл алыстаумыз енді. Алла жар болсын, енді қазір жақынымызды қысып, жүрегімізді шүберекке түйіп отырмыз. Жаңа ғана біздің қазақтар көп шоғырланатын бір отель бар тұғын, Жумейрах дейтін отель бар, Пайм Жумейрах. Сол жерге жаңа ракетаның қалдықтары түсіп жатыр екен. Отельдегілердің қаншасы тірі қалды, білмеймін енді. Астыға алма жұлма болып қашып түстік. Телефонымыз деген рәсми шыңғырды ғой. Әпсене-сәпсенелер келіп. Біз деген 54-ші этажда болатынымыз. Далада шыңғырғанда осы телефонымыз бәрімізге әпсене-сәпсене келіп кетті. Қаштық қой. Аудармасы қалай екен? Бүйтіп. Қазіргі жағдайға Көйлек киіп үлгіре алмай, мына несін де үлі алмай. Өзімізден өзіміз қорқып құрсын. Содан әзір астына түсіп алдық. Мына фильтр қызық екен, маған түседі екен. Нақтобайлық болдым ба? Мына фильтрмен. Сөйтіп астына түстік. Рәсімі үлкен бір іс болатын сияқты тұрсын. Кет алмай отырмыз. Отельде бәрі шулап отыр біз. Масқара. Room? No room. You don't have room? No. You will check in? No. Yes, room, no. No room. Ақта бәрі жарылыс болып отыр достар. Кәдімгі жүгірдік қой кәдімгідей. Киім алайықшы. Спортивный жоғарадым. Хотя бы. Ужас. Бүкіл әлем шулап жатыр, Дубайды бомбалап жатыр деп барлық жақта шулап жатыр. Дәл қазір біз Дубайдамыз, мына жақта бізде Бурж Әл Араб тұр. Яғни осы жаңа ғана бізде 2-3 бомба Ираннан ұшып келген дейді. Соны ПВО-лар атып түсіріп, жерге түсірмей жатыр. Яғни әзірге Дубайға ешқандай бомба түскен жоқ, бірақтан бүкіл адамдар, полициялар барлық кәдімгі шулап улап жатыр. Адамдарды эвакуациялап, бүкіл адамдарды Бурж Халифадан шығарып тастаған. 77 рейсті отмена жасады. Одан бөлекте 300-ден астам самолеттардың барлығы задержка. Кәдімгі Дубайда адамдардың саны күрт бірден өсіп кетті. Өйткені
пересадка жасайтындар бар, ұшып кететіндер бар, ұшып келетіндер бар, барлығы осы жақта қалып қойды. Әзірге Дубайдағы жағдай осындай. Мен сіздерге лайв форматта салып отырамын, сондықтан парақшаға тіркеліп алыңыздар. Әлем тыныш болмай жатыр, барлықтарымыз дұғада болайық. Аман есен елімізге жетейік. Құдай қаласа барлық адамдар, барлық жақ тыныш болсын. Құдай қаласа оразаларыңыз қабыл болсын. Иранда Қазақстанның 96 азаматы жүр, 96 адамның 18-і дипломатиялық өкілдіктердің қызметкерлері, 2-і студент, 7-сі Заркух деген зауытта жұмыс істейді. Ал қалған 6 азамат Иранда өз шаруаларымен, яғни қыдырып саяхаттап жүр. Жалпы осыған орай Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ирандағы барлық Қазақстан азаматтарының басынан бақайшағына дейін аман болып, қандай да бір төтенше жағдай қатты ушығып жатса, елге алып келуді сыртқы істер министрлігіне, барлық министрлікте әкімдер бар. Қысқасы қай өңірдің, қай жақтың тұрғыны елге аман алып келуді тапсырды. Қазақстан бірінші рет емес, бұған дейін де Ауғанстан жаңа тәліптер басып алған кезде, бұған дейін де басқа мемлекеттерде де төңкеріс болған кезде азаматтарын аман алып шыққан. Сондықтан осындайда артында елің бар екен, іздейтін үкіметің бар екен, іздейтін мемлекетің бар екеніне шүкір етесің. Солай. Дубайда жарылыстар қайтадан басталды. Өз көзімен көрдім жаңа. Адамдардың бәрі. Адамдардың барлығы қарап тұр ғой. Дәл жаңа мына жерде банк сирена ойнап кетті телефон. Жаман қорқынышты екен жай. Бірінші рет көрдім андайды. Масқара, отельге жетіп жығылу керек көп. Масқара болады бұл. Құдай сақтасын. Дәл қазір Дубайда жарылыс болып жатыр. Бізге кәдімгі аспанда ұшып жатыр. Қайтайық. Ужас, аспанды қараңыздар, достар. Жарылыстың дауыстар, ракетаның дауыстар кәдімгідей шығып жатыр. Құдай өзі жарылсын. Масқара. Аспанда кәдімгідей ракеталар Дубайда. Батя, көрдің ба жаңа ракетаны? Ужас, ужас. Бүгінгі күнімше датаға бұрамай. Приключение болады ғой. Самолеттен қақып кеттік па, біріншісі. Қаған жоқ болса, атқан соқпен. Мына кеше қорқып жүрген көшеде жүріп етіп, жаяу жүрміз аралап саттармен. Яқта мороженое құлап қалды. Әдем жетке атқаным. Яқта Поверните налево. Соғыс қаласақ болды ше. Аман есі елге, ел сағылып кеттім Қазақстанда ше. Бірақ өзім ғой, Достар, естіп күшті пляжда отырсақ, бүгін уже кешкі 9-да рейс болу керек болған бізде. Назгүл не болып жатыр еді? Короче, бүгін Абу-Дабиде взрыв болған екен, именно военный несіне. Сол үшін бүгін таңертең самолеттар ұшпапты. Қазақстаннан Дубайға, Алматыдан Дубайға шыққан самолет Делиға кетіп қалыпты. Енді бізге де қазір сообщается, бізде негізі кешкісін уже вылет болу керек бүгін Алматыға. Бірақ воздушный ненің барлығын жауып тастапты қазір. Из-за безопасности. Енді білмейміз, пока кішкене күтіңіздер деп тұр бізге. Но точно неизвестно, когда ұшамыз. Қандай достар, Назгүлге бәрібір дейсің. Достар, в общем, бүгін ұшпайтын болдық. Давлением көтеріліп тұр. Конечно, аман есен жетуіміз жақсы ғой, бірақ менде уже бір күнде съемка запланированный болған, бәрін Аллахтың ролін алып алып, бәрін пландап тастағым ғой. Сөйтіп барлық мені соған да ашуланып тұрмын бір жағынан. Аяқта неше түрлі бір жеңілдер ұшып жатыр. Құдай сақтасын. Очередь магазиндарда барлығы үйлеріне закупаться етіп жатыр ғой деймін. Прикинь. Барлығы закупаться примерно ұзақ болатын біліп тұр ғой. Почта ажиотаж болып жатыр. Біз негізі отельдегі магазинімізде вообще адам жоқ болатын ғой бүгін деген.
Так, в общем, достар, мен аман есенмін. Рахмет жазып сұрап жатқандарыңызға. Пока енді Дубайда вообще непонятный болып тұр ситуация. Сондықтан бізге туркомпаниямыз осындай отель ұсынды. Қараңыздар. Керемет, прям в центре города, безопасности. Деп ойлаймын енді. 4-не дейін бүткіл рейстер отмена. Но еще непонятно 4-нен кейін бола ма рейстер, тағы да болмай ма. Так что пока мы здесь. Хорошо, что хотя бы ночлегіміз бар. Ұйықтайтын еще завтрагымен, ужинымен. Егер де өздеріңіз келетін болсаңыздар, бұндай болмайтын еді. Далада қалып қоятын едік. Мә, шүкір. Турмен келгеніміз. Видеоға түсірші. Жарылды бірдеңе. Шығамыз ба, не істейміз? Мынандай не келді уже? Сирена. Жарылды бірдеңе. Да, терезен көрдің ба? Далаға қалды. Ема, прикинь, жылап жердім ғой, ема. Бәріне сигнал келіп жатыр. Сирена, шығамыз ба, не істейміз? Бісміллә, Құдай сақтасын. Достар, біз деген дәл қазір тек бір-ақ рюкзакпен шығып кеттік. Ішіне паспорттарымызды салып алдық. Дубайда жағдай қиындау үстінде болып жатыр. Негізінде Дубай самый защищенный қала, самый защищенный страна деп айтады. Но, видимо, не в этот раз. Мен білмеймін, анау түскен кезде біздің отельге шағып қалған кезде я уже думала, все, это конец. Көзімнен жас бұрқырда қалып непроизвольно. Просто енді блогер болғасын оповещать етіп отыру керек енді осындай нәрселерді. Ештеңке болмай жатыр, ештеңке болмайды деп жатқанбыз ғой. Енді бәріміз мына жақта Қазақстан, Қырғызстанның елдері, Өзбекстан бәріміз бір отельдеміз. Енді посольствоға обращаться етсеміз олар ештеңке істей алмайды. Негізі бізге номерлеріңізге қайта беріңіздер, бірдеңке болса заранее ресепшнге шақырамыз деді, бірақ ешкім қайтар емес. Себебі Дубайдың аэропорты уже почти жоқ. Аэропортын уже атаковали. Я не знаю. Мен білмеймін, мен өзім андай стрессовый ситуацияда, как будто хладнокровный болатын сияқтымын, или қыздардың бәрі жылап, уже андай не істейміз деп. Мен Аллахтың өзі бір көмек берер, басқа қолымыздан дым келмейді. Хотя бы осы ресепшн безопасность деп осы жерде жатырмыз енді барлығымыз. Достар, біз деген номерге келдік. Бізге дым айтпайды вообще. Тек номерлеріңе барыңдар. Шұғыл жағдай болса өзіміз хабарлаймыз дейді. Басқа елде болсаң осы ғой. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан барлығы осы жерде осы отельде жатырмыз. Но нам ничего не оповещают. Посольствода әлі ештеңке айтпай жатыр или айтып жатыр ма? Ешкімге ештеңке айтып жоқ, иә? Сол күтіп отырмыз. По очереди ұйықтаймыз ба, білмеймін, күзетіп. Oh my god. Короче, қазір түнгі сағат 1 болып жатыр бізде. Бағасым ауырып, мазам кетіп, температура болып, быт болып қайым тұрым бар, осындай болып тұр. И жаңа бір 10 минут бұрын сирена ойнады. И мынандай смс келді, короче. Бұл жаңағыдай зымыран түсу қаупі бар деген сияқты бірдемелерді айтып. Сонымен соққыларымыз осындай сирена келді, шыңғырып. В общем, бүкіл гостиница түсіп алды қастығаш. Жаңа терезеге қарағанымызда андай бірдеңе келе жатыр екен, жарқырап. Сол жолда жарылған дауыс бізге естілді. Өте қатты жарылды, бірақ қорқыныш бар, жоқ емес, бар көрдіміз. Аман есен елімізге оралдай қалдық ағайын. Тура нереде жарылды ғой.
Қорқыныш болды. Тышып қойдық қойшы. Үш рет жарылды. Oh my god. Why is it like this? The whole middle section is on fire. I can't believe it. How did this even happen? Look at the flames. People are still up there? This is bad, man. This is so bad. Biz Dubayda, biroq uçak жоқ Алматыға. Тайландқа билет алғанбыз, оны да қайтарып тастады. Төңіректе соғыс. Сонымен отырмыз. Не істейміз? Не істейміз, достар? Неміз істемей тұр негізі.